Саламатсыздар ма оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз сарматтардың қоғамдық құрылысы мен шаруашылық өмірі. Сабақтың мақсаты археологиялық ескерткіштерді сипаттау, ежелгі тайпалардың қолданбалы өнер ерекшеліктерін сипаттау. Сарматтардың шаруашылығы. Олар мал өсірумен айналысқан. Бұл туралы Страбон өзінің география атты еңбегінде баян етеді. Сарматтардың мал шаруашылығында қой түліктің негізгі түрі болды. Сондай-ақ жылқы мен түйені де көптеп өсірген. Сарматтар малдарын жаздық жайылымдарда баққан. Жайық бойында көшіп қонатын сарматтар қыстыгүні Қара-аз солтүстік Каспий құмдарын қоныстанды. Дақ тайпалары ғана Маңғыстаудан ешқайда шықпаған. Қыстау төңірегіндегі сарматтар жер жыртып тар екті. Күзеуге келген соң өнімдерін жинап алатын болған. Олардың күйме жасайтын қол өнершілері де болған. Суреттен көріп тұрғандарыңыздай әртүрлі ыдыстарды формасына келтіріп жасаған. Сарматтардың қоғамдық құрылысы. Сармат қоғамы ақтүйектер және қарапайым қатардағылар болып екі топқа жіктелген. Обаларды зерттеу кезінде археологтар осындай байлам жасады. Мәселен, Жайық пен Елек өзендерінің арасында Филиф обасы табылған. Бұл жерде Ақсүйек көсемінің қабірі бар. Обаның биіктігі 7 метр, диаметрі 100-120 метр. Ертеде сармат ақсүйектерінің обасы бірнеше рет тоналған. Бірақ сол кездегі адамдар обаның тоналатынын алдын ала білген, сондықтан бағалы заттарды бөлек екі шұңқырға көмген. Бірінші бөлігінде бұғылардың ағаш мүсіндері мен алтынмен зерленген ағаш ыдыстар жасырылған. Екінші бөлігінде алтын мен күміс ыдыстар, алтын қаптырмалар қойылған. Оқу тапсырмасы. Алдыңғы айтылған мәліметтер бойынша сарматтар туралы 3 негізгі деректі дәптеріңізге көшіріп жазыңыз.